жолдасымда ат салмақ түсті. Холестерин нормаға түсті. Өзін өте жеңіл сезіне бастады. Бас ауру, давление мүлдем жоқ қазір. Аллаға шүкір, ровно бір ай шығып жатыр қазір. Сондағы коралмайн мен лецитин ғана ғой. Всего 2 препарата. Я просто 2 препарата. Мен не жаңағы очищение корал Детокс. Детокс плюс алып ішкіміз келді. Просто оған кішкене қаражат жағып келмеді. Сонымен давайте пока осыны шектеп, Әсел екеуміз ақылдасып. Сіз сомнениямен еще алдыңыз ба? Онда да мен бірінші көрейінші деп. Да, она очень такая. Еще мен өзім пациенттермен мен мақсатым негізі ақша табу, мақсат емес ол. Бізде дәрігер болғандықтан бірінші результатқа жұмыс істейміз. Өйткені біздің алдымызға келген ем алушылар сеніммен келеді. Осы дәрігерге келдім. Өйткені жылап келетін кісілер бар. Тәте, көмектесіңізші маған. Мен өйстіп ауырамын. Маған не істесем, не ішсем болады дегенде, соған жаныңды беріп тұрасың ғой. Қалай мен көмектесе аламын бұл кісіге деп та. Сонда міндет атқарамыз өзіміздің ойымызға. Сол себепті мен мақсатым Корал Пап компаниясының бірінші өзім ішіп, нәтижесін көріп, содан кейін жүрекпен айту болды да мақсатым. Енді міне Аллаға шүкір, просто лиситин мен коралмайынан мен результат көріп отырмын. Содан кейін мен өзімде де іштім, коралмаймен жағаласып жүрмін ғой менде де. Алла тағала берекесін берсін, пока осыны іше берейік деп та. Коралмайны менде күнде таңда тұрғанда жылыш дәм келе беретін. Сол кетті ғой, просто коралмайынан кетті менде, кәдімгідей. Сіз айттыңыз ғой, просто коралмайн шыққан деп, міне действительно 100% жұмыс істейді екен бұл коралмайн. Сол себепті мен айтамын осы жерде сотрудниктерге, ақшасы жоқ пациенттерге просто осылай берсеңіздер, соның өзінде отзыв жақсы болады екен. Өте жақсы болады екен. Міне қазір мен әлі артынан адамдарды ете алмай жатырмын. Алла қаласа мен мүмкін бірден мастер болып кететін болармын. Біз кім осы Әсел шақырды ғой бізді.